Менің таңертеңгі видеома мына кісі жазып жіберіпті. Ата енеммен тұрсам көремін дейді. Енді сіз тыңдаңыз. Мен 18 жастан күйеуге шыққан адаммын. 18 жасынан. Алматының қызы, ауылды жерге келін болып түстім. 3 сиыр сауаттымын. Таңертең тұрып, таң сағат 4-те тұрасың, басыңа орамалын тағасың, ауылдың тірлігі бітпейді. Сиырымды сауып келіп, мама сепаратормен сүтті тартқанша есіктің алдын бәрін айнадай қылдырып сыпырып, воротаның сыртына шейін көшеге шейін сыпырып шығатынмын. Жазғы кухням бөлек, газ тұратын бөлме бөлек болатын. Соның бәрін сыпырып, пылесос жоқ ол кезде, қолыммен сыпырып, полдың бәрін сүртіп, шаңның бәрін сүртіп шығатынмын. Одан кейін самаурынға шайыңды қайнатасың, отынды өзім жаратынмын. Көрші көлеңдер келеді, апалар келеді, бәрі шай ішіп, әрқайсысы өз тірлігімен кететін. Ауылды жерде жұмыс тоқтамайды. Кім ауылда тұрады біледі, е? Синокосың бар, егістігің бар, картошкаң бар дегендей. Қаншама жұмысшылар бар, қазан-қазан тамақ пісіретінмін. Кірді қолмен жуамыз. Ол кезде анандай советский стиральный машинка бейт кнопкасын басасын, өзін тоқтатып отыратын. Үйже арасында тоқ соғатын ол. Сонымен кірді жуып, колонкаға тастай суға барып қолымызбен ана кірді шайқап, сығып барып жаятынмын. Үлкен үйің бар еще жинап шығатын. Жаздың күні бүткіл қайынсіңлі, қайынәнелерін бәрі ауылда болады. Солардың кірінің бәрін жуып, тамақтарын жасап, бір қыңқ етпеппіз. Қазір шыны керек, мына келіндер эгоист болып бара жатыр. Шыдамайды, ата ене деген бір абуза сияқты қарайды. Өзіне қарайым деген адам күніне 5 минут уақыт табады. Ол ата ене деген сылтау. Ертең күні ата ене болмаса да, ойбай бала шаға бар деп. Бала шаға өсіп кетсе байым бар деп. Оның бәрі сылтау. Өзіме қарайым деген адам қарайды. Бекер айтылмайды бізде қазақта. Қариясы бар үйдің қазынасы бар деп. Керісінше сыйлаңыздар, құрметтеңіздер, ата енемен бірге тұрыңыздар. Бізде еще жаңағы ауылда бұрын кезінде немістер тұрған. Бәрін қолмен пісіретінбіз, пряникті да, тортты да бәрін пісіріп, Аллаға шүкір, дәл осындай отбасына әулетке келін болып түскеніме. Қазіргі таңда міне биыл Алла бұйырса 18 жыл болады, тіс қаққан келіндердің бірі болып отырмыз. Осы авторитеттің бәріне өзімнің еңбегіммен жетіп отырмын. Қазір барған жерде жандары қалмайды, ой гүлім келді, гүлімнен үлгі алыңдар деп отырады. Үлгілі келіндердің бірі болып отырмыз. Бәрін өз еңбегімізбен жеттік. Сол кезде ойбай, мен деген ауылды жерде тұрмайым, мынаның бәрінен шаршадым деп кетіп қалған жоқпыз ғой, ажырасып кеткен жоқпыз ғой. Мама да қарсы болды, мысалы марқұм мамам, ауылды жерге келін болып түстің. Жоқ дедім, бәріне шыдаймын. Бәріне шыдаймын, мен неге бала шаға тұрғанда мен осы қиындыққа шыдамаймын ба деп. Сол үшін оның бәрі сылтау. Үлкендеріңізді сыйлаңыздар, құрметтеңіздер. Дүние алма кезек. Сіз де ене боласыз. Сіз де